Көмекші мектепте жаңартылған бағдарлама негізінде географияны оқыту пәні. Тақырыбы: Қазақстанның физикалық картасын оқыту жоспары. Өмір сүретін елін, өз отанының астанасының атауларын қалыптастыру әдістері. Екінші қарастыратын сұрақтарымыз: Қазақстанның физикалық картасында Каспий теңізін, Арал теңізін көрсету және табу. География оқу құралы ретінде білім жүйесінің белгілі дидактикалық негізінде іскерлік пен дағдыдан құралған ғылымдардан сұрыпталған негізгі мектептің оқу жоспарында қарастырылған оқушылардың білім беру мен тәрбиесін дамыту болып табылады. Мектеп географиясында физикалық география жаратылыстану пәндерінің цикліне, экономикалық география гуманитарлық пәндер цикліне жатады. Мектепте оқытылатын географияның оқу жоспарына жер туралы ғылым, бірінші кезекте физикалық география енеді. Олар жалпы жер тану, шетелдер, ТМД, Қазақстанның аймақтық физикалық географиясы, климатология, гидрология, топырақтану, геоботаника, зоогеография және тағы басқа мәселелер қарастырылады. Мектептің экономикалық географиясы қоғамтану курсымен бірге оқушыларға экономикалық білім береді. Оқу жоспарында экономикалық география ғылымдарын оқыту қарастырылған. Қазақстан мен ТМД-ның жалпы және аймақтық экономикалық географиясы, халықтар географиясы, саяси география, сонымен бірге бірқатар экономикалық ғылымдар, өнеркәсіп экономикасы, ауыл шаруашылығы, транспорт, статистика және демография кіреді. Ғылымның негізін құрайтын көптеген және әртүрлі материалдардың ішінде ең керектілері ғана мектеп географиясының курсына енгізіледі. Мектеп география курсының мазмұнын оқушылардың ой-өрісінің тәрбиесін арттыратын, ғылымның негізін салатын ойлар, теориялар, факторлер, ғылыми әдістер кіреді. Айта кетерлік нәрсе, мектеп географиясына таңдап алынған материалдар адам өміріне өте қажетті. Оқушылар алған білімін практикада қолдана білуі тиіс. Ол білімді игеруде іскерлік пен дағдыны қамту қажет. Осындай көзқараста таңдалынып алынған білім, іскерлік пен дағды мектеп географиясының мазмұнын құрайды. Мектепте географияны оқытудың басты мақсаты ғылыми негіздермен оқушыларды қаруландыру. Жаңа ғылыми техникалық революция кез келген мамандықтар иесінің еңбектегі ойлау қабілетін арттырады. Сонымен қатар, ғылыми техникалық революция кезеңінде ғылыми білімнің өсуі, география ғылымының да алға жылжуы байқалады. Осыған байланысты білім беру ісінде ойлау үрдісінің рөлі өсіп келеді. Мектеп география курсында бір текті түсінікті 4 негізгі топқа бөледі. Бірінші физикалық географиялық объектілер туралы түсініктер. Нақты тау, жазық, теңіз, өзен, көл, шөл және тағы басқа. Мысалы, Каспий, Арал. Екінші, нақты экономикалық географиялық объектілер туралы түсініктер. Қала, мекеме, канал. Үшінші, материктер, дүние бөлігі, табиғи облыстар мен оның бөліктері жайындағы түсінік. Төртінші, елдер мен аудандар, оның бөліктері туралы түсінік. Оқушылардың жасы, даму деңгейі және оқу кезеңдері ескерілуі тиіс. Бұл әсіресе пәнаралық байланысы кең география үшін маңызды. Физикалық және экономикалық географияда көптеген сұрақтарды шешу үшін физика, химия, биология, математика, тарихты білу керек. Мысалы, физикалық білім атмосфера қысымының айналымын, биологиялық білім ауыл шаруашылығы мен өсімдік жамылғысын, тарихи білім елдердің шаруашылық кезеңдерін білуде қолданылады. Географияны оқытудың алғашқы кезеңінде оқушылар күрделі географиялық түсініктерді қабылдай алмайды. Оларда абстрактілі ойлау әлсіз дамиды. Физика, химия, геометрия, биология ғылымдарын білмейді және меңгеру қиынға соғады. Оқушыларда Қазақстан аудандары мен елдері туралы тұтас білім қалыптастыру үшін олар шетелдер мен Қазақстанның экономикалық географиясын оқу керек.
Елдер мен аудандардың физикалық географиясын оқығанда пайдалы қазбалары, ал экономикалық географиясында шаруашылық пен табиғи ресурстардың өзара байланысы түсіндіріледі. Мектеп географиясы алдындағы келесі мәселенің бірі оқушының географиялық білім деңгейін қарапайымнан күрделіге қарай көтеру. Осы мақсатта олардың өз бетімен жұмыс істеу жолдарын қарастыру қажет. Оқушы білімінің сапасын арттыру, оның көзқарасын, дүниетанымын қалыптастыру, дамыту үшін сабақтарда жергілікті жердің материалдарын, оның ішінде зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сабақта пайдалану өте тиімді болып табылады. Себебі ауылда өсіп, табиғатпен, қоршаған ортамен етене жақын болған жас жеткіншек маңайындағы заттар, жануар, өсімдік, жер бедері, климатын, ондағы құбылыстарды көре өседі. Ол туралы өзіндік білім қалыптасады және жинақтайды. Осы білімді мектепте ғылыммен ұштастырса, алынған білім оқушының есінде мәңгі қалары сөзсіз. Сабақты ұйымдастыруда төмендегі принциптерге сүйенген жөн. Бірінші принцип – сабақты нақты материалдарды пайдалану керек. Мысалы, материал жеңіл де түсінікті болу керек, яғни тақырыптан ауытқымауы шарт. Екінші, сабақты сарамандық жұмыстармен байланыстыру, яғни лабораториялық жұмыстармен байланыстыру. Мысалы, картамен жұмыс, схема, диаграмма құрастыру, кескін карта жасау және тағы басқа. Үшінші, сабақты ғылыми негізде өткізу. Әрине, бұл ғылыми негізде өткізу біздің ерекше білімді қажет ететін балалар үшін өте күрделі болып табылады. Яғни балалардың даму ерекшеліктерін ескере отырып, бұл негіздерді де енгізуіміз қажет болып табылады. Біріншіден, жергілікті материал арқылы оқушының білімі мен іскерлігі тереңдетілетін болса, екіншіден теория білімі мен практикалық байланыс жүзеге асырылады. Яғни балалар міндетті түрде теория жүзінде меңгерген мәліметтерін практикалық, яғни іс тәжірибе жүзінде қолданып көрулері қажет болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға